Сәлем достар, эфирде мен Камила. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз ағзаға өте пайдалы әрі дәмді салат жасайтын боламыз. Бізге керегі қызылшаны алдын ала пісіріп дайындап алдым. Қызылшаны төрт бұрышты етіп, ұсақтап турап шығамыз. Көріп тұрғандарыңыздай видеодағыдай етіп жасасаңыздар болады. Қызылша адам ағзасына өте пайдалы. Әсіресе көктем айларында қаныңыз түсіп, басыңыз айналып жүрген болса, осы салат жақсы көмектесетін болады. Сосын бізге керегі алма. Алманы да ұсақтап, қызылша сияқты турап шығамыз. Сосын бізге грек жаңғағы қажет. Грек жаңғағыны ұсақтап турау керек, болмаса ірі болып жеген кезде жағымсыз болып тұруы мүмкін. Сондықтан ұсақтап турап жүрсеңіздер, әдемі болып шығады. Сосын бізге анар. Анар негізі міндетті емес, бар болған жағдайда қоссаңыздар жақсы болады. Анарда қанның көтеруіне ықпалы мол. Сосын бізге жүгері. Жүгерден 2 немесе 3 қасық қосасыздар. Сосын дәміне қарай тұз азғантай және үлкен қасықпен 1 қасық шамалы қант қосасыздар. Барлығын араластырып дастарханымызға ұсынсақ болады. Міне біздің салатымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді, өмірлеріңіз мәнді болсын. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Лайк пен пікір жазып кетулеріңізді сұраймын.